Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тағы да бір әдемі салфетканың тоқылуымен бөліскім келеді. Бұл салфетканың схемасы интернеттен алынған. Бар болғаны 35 қатардан тұрады. Салфетканы тоқу үшін бізге әдеттегідей жіп қажет және ырғақ. Начальный петляны тоқып аламыз. Одан соң ырғаққа 10 үлпілдек шалу тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шеңберге біріктіреміз. Бірінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, қатарды бекітеміз. Ары қарай осы шеңбердің ішіне алдымен 4 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3, 4. Содан соң шеңбердің ішіне 2 кластер тоқимыз. 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер. Бірінші столбик кластердің және 2 жіп орап екіншісін тоқимыз. Ырғақты 3 жіп, барлығын 1 жіптен өткіземіз. 4 үлпілдек шалу. Тағы да 4 үлпілдек шалу. Тап осы шеңбердің ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз тағы да. Ары қарай 4 үлпілдек. Тап осы үлпілдек шалуларды шеңбердің бойына бекітеміз. Төмендегі үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығып, келесі жіптен өткіземіз. Бізде осындай гүлдің күлтешесі пайда болады. Тап осындай күлтешелердің біздер ары қарай 4-еуін тоқып аламыз. Барлығы 6 болу қажет. Бірінші қатардың соңына келдік. 5 күлтешені тоқып алдық. Ары қарай 6-шы күлтешені былайша тоқимыз. 4 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Шеңбердің ортасына қалған 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик кластердің және 2 жіп ораймыз үшінші столбигі. Бірінші қатарды аяқтадық, ары қарай екінші қатарды бастаймыз. Алдымен 4 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3, 4. Содан соң тап осы кластердің төбесіне тағы да 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. 2 жіп ораймыз. Бірінші кластер және 2 жіп орап екінші кластер тоқимыз. Ырғақты 3 жіп,
ары қарай тағы да 2 жып орап, келесі екінші күлтешенің кластердің төбесіне тағы да 2 кластер тоқимыз. 2 бос шып қосылған шалудан тұратын 2 кластер. Ырғақта 5 шып, барлығын 1 шыптен өткіземіз. 4 үлпілдек шалу. Тап осы кластердің ішіне бекітеміз. Ары қарай тағы да 4 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4. Тап осы кластердің төбесіне тағы да 2 кластер тоқимыз. 2 бос шып қосылған шалудан тұратын 2 кластер. Екі жып ораймыз. Екі жып ораймыз. Келесі кластердің төбесіне де 2 бос шып қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші кластер, 2 жып ораймыз. Екінші кластер. Ырғақта 5 шып, барлығын 1 жіппен өткіземіз. 4 үлпілдек шалу. 4. Төмендегі кластердің ішіне бекітеміз. Ары қарай екінші қатардың соңына дейін тап осылай айналдырып тоқып шығамыз. Екінші қатардың соңына келдік, соңғы кластерларды тоқимыз. 2 жып ораймыз. Бастапқы бірінші кластер тұрған жерге екі жып ораймыз. Екінші кластер тоқимыз. 2 жып ораймыз. Үшінші кластер тоқимыз. Ырғақта 6 жып, барлығын 1 жіптен өткіземіз. Үшінші қатарды бастаймыз. Алдымен 1 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Бұдан соң төменге қысқа шалу тоқимыз. Үш жіп, барлығын 1 жіптен өткіземіз. Ары қарай 13 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Келесі кластердің ортасына тағы да қысқа шалу тоқимыз. 3 жіп, барлығын 1 жіптен өткіземіз. Тағы да 13 үлпілдек шалу. Келесі кластердің ортасына тағы да қысқа шалу тоқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Үшінші қатардың соңына келдік. 13 үлпілдек шалу тоқып алдық. Ары қарай бастапқы қысқа шалудың ішіне қатарды бекітеміз. Төртінші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Бұл бізде бір бос шып қосылған шалудың есебінде жүреді.
ары қарай үш үлпілдектен тұратын тағы да арка тоқып аламыз. Содан соң төмендегі столбиктің ішіне бір бос шық қосылған шалу тоқимыз. Үш үлпілдек шалудан тұратын арка бір жіп ораймыз. Келесі арканың ортасына бірінші столбик тоқимыз. Бір бос шық қосылған. Үш үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шық қосылған шалуды тоқимыз. Ары қарай үш үлпілдек шалу. Келесі столбиктің ішіне тағы да бір бос шық қосылған шалу. Үш үлпілдек. Тап осы столбиктің ішіне екінші бір бос шық қосылған шалуды тоқимыз. Үш үлпілдек шалу. Келесі аркаға да тап солай қайталаймыз. Бір бос шық қосылған столбик тоқимыз. Үш үлпілдек шалу. Екінші бір бос шық қосылған шалу тоқимыз. Үш үлпілдек. Тап осылай қатардың аяғына дейін қайталап тоқып шығамыз. Төртінші қатардың соңына келдік. Үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. Содан соң бастапқы үш үлпілдек шалудың үшінші үлпілдегіне қатарды бекітеміз. Бесінші қатарды бастаймыз. Бір үлпілдек шалуға көтерілеміз. Содан соң келесі үш үлпілдектен тұратын арканың ішіне қысқа шалу тоқимыз. Бір жіп ораймыз. Үш үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне тағы да екінші қысқа шалу тоқимыз. 9 үлпілдек шалу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне тағы да қысқа шалу тоқимыз. Бірінші қысқа шалу. 3 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші қысқа шалуды тоқимыз. 9 үлпілдек шалу. Келесі екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне де тап осылай екі қысқа шалу, орталарында 3 үлпілдек шалудан тоқып шығамыз. Қатардың соңына дейін айналдырып тоқимыз. Бесінші қатардың соңына келдік. Соңғы 4 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Соңғы қысқа шалудың ішіне екі бос шып қосылған шалу тоқимыз. Қатарды бекітеміз. Алтыншы қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1, 2, 3. Одан кейін 5 үлпілдек шалу тоқимыз. Арка. 5 үлпілдек шалу. Ары қарай ортадағы 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне екі бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Бес үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне ортасына бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Бір столбик қана. 5 үлпілдек шалу.
3 4 5. Келесі арканың ішіне 3 лүпілдіктен тұрған 2 бос қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. Тағы да 5 лүпілдік шалу. Келесі 9 лүпілдіктен тұратын арканың ішіне бір бос қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. Тап болса қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 6-шы қатардың соңына келдік. 5 лүпілдік шалу тоқып аламыз. Ары қарай 3-ші лүпілдік шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, қатарды бекітеміз. 7-ші қатарды бастаймыз. 3 лүпілдік шалуға көтеріліп аламыз. Бұл бізде бір столбиктің есебінде жүреді. Содан соң тап осы төмендегі столбиктің ішіне екінші бір бос қосылған шалуды тоқимыз. 2 лүпілдік шалу. Тап осы төмендегі столбиктің ішіне тағы да 2 бір бос қосылған шалу тоқимыз. Екі лүпілдік шалу. Келесі столбиктің үстіне тағы да 4 бір бос қосылған шалудан тұратын столбиктарды тоқимыз. Екінші бір бос қосылған шалу. 2 лүпілдік ұмытпаймыз. Одан соң тап осы столбиктің ішіне тағы да қалған 2 бір бос қосылған шалудан тұратын столбиктарды тоқимыз. 3-ші столбик және 4-ші столбик. 2 лүпілдік шалу. Келесі столбиктің үстіне тап солай тоқимыз. Алдымен 2 бір бос қосылған шалу. 2 лүпілдік шалу. Тап осы столбиктің ішіне төмендегі қалған 2 бір бос қосылған шалуды тоқимыз. Қатарды соңына дейін тоқып аяқтаймыз. 7-ші қатардың соңына келдік. Қатарды бекітеміз. 3 лүпілдік шалудың бастапқы 3-ші лүпілдігіне ырғақты кіргізіп, бір бос қосылған шалу тоқып шығамыз. 8-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 4 лүпілдік шалуға көтеріліп аламыз. 1 2 3 4. Бұл бізде 2 бос қосылған бірінші столбик. Содан соң 2 бос бұрап қалған 3 столбикті тоқып шығамыз. Тап осы арканың ішіне төмендегі 2-ші столбик, 3-ші столбик және 2 жіборап 4-ші столбикті тоқимыз. Ары қарай 5 лүпілдік шалу. 1 2 3 4 5. Төмендегі тап осы арканың ішіне 3 бос қосылған шалудан тұратын бір столбик тоқимыз. Келесі столбиктардың арасындағы арканың ішіне 2 бос қосылған бір столбикті тоқимыз. Тағы да 2 жібораймыз. Ортадағы арканың ішіне тағы да 2 бос қосылған бір столбикті тоқып аламыз. Тағы да 2 жібораймыз. Келесі столбиктардың арасындағы арканың ішіне тағы да столбик тоқимыз. Одан кейін
3 жіп ораймыз. Келесі арканың ішіне алдымен 3 бос жіп қосылған столбик тоқып аламыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Және тап осы төмендегі арканың ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын 4 столбик тоқимыз. Бірінші столбик 2 жіп ораймыз. Екінші столбик. Екі жіп ораймыз. Үшінші столбик. 2 жіп ораймыз. Төртінші столбик. Келесі столбиктардың арасындағы арканы қалдырамыз. Одан кейінгі арканың ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын 4 столбик тоқимыз. Бірінші столбик, 2 жіп ораймыз. Екінші столбик, 2 жіп ораймыз. Үшінші столбик, 2 жіп ораймыз. Төртінші столбик. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 8-ші қатардың соңына келдік. Қатарды бекітеміз. Бастапқы 4 үлпілдек шалудың 4-ші үлпілдегіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Оны келесі жіптен өткіземіз. 9-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 4 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Бұл бізде 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бірінші столбик есебінде жүреді. Ары қарай 5 үлпілдіктен тұратын арка тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Одан соң төмендегі келесі тұрған 4 столбиктің ішіне кластер тоқимыз. 4, 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер. Бірінші столбик, жіп қалдырамыз. 2 жіп ораймыз. Келесі екінші столбиктің ішіне де екінші столбик тоқимыз. Жіп қалдырамыз. 2 жіп ораймыз. Үшінші столбикқа тоқимыз. 2 жіп ораймыз. Төртінші столбикқа столбик тоқимыз. Барлығы 5 жіп. Бір жіптен өткіземіз. Келесі 7 үлпілдек шалу. Содан соң келесі арканы қалдырамыз. Одан кейінгі столбиктардың 5 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден 5 жай шалу тоқимыз. Бірінші жай шалу. Екінші жай шалу. Үшінші жай шалу. 4 және 5-ші жай шалу. 7 үлпілдек шалу. 3, 4, 5, 6, 7. Келесі 4 столбиктің ішіне тағы да 4, 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Яғни төбесі біріктірілген столбиктар. 2 жіп ораймыз. Келесі екінші столбикқа да столбик тоқимыз, жіп қалдырамыз. 2 жіп ораймыз. Үшінші столбикқа столбик тоқимыз. 2 жіп ораймыз. Төртінші столбикқа да столбик тоқимыз. Барлығы 5 жіп. 5 жіптің барлығын бір жіптен өткіземіз.
5 үлпілдіктен тұратын арка. Келесі 4 столбиктің ішіне тағы да кластер тоқимыз. 4 2 бос шып қосылған шалудан тұратын кластерлар. Екінші столбик 2 жыраймыз. Үшінші столбик келесі столбикке. Тағы да 2 жып ораймыз. Келесі 4-ші столбикқа да столбикті оқимыз, жіп қалдырамыз. Барлығы 5 жіп, 1 жіптен өткіземіз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 9-ші қатардың соңына келдік. 7 үлпілдік шалу тоқып аламыз. Ары қарай соңғы столбиктардың кластерін тоқимыз. Бірінші столбикқа столбик тоқимыз, 2 бос жып оралған. 2 жып ораймыз. Келесі столбикқа да столбик. 2 жып ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне тағы да столбик тоқимыз. Үш столбикті тоқып алдық. 4-ші столбикті біз басында үлпілдік шалумен тоқып кеткен болатынбыз. 4 жіптің барлығын 1 жіптен өткіземіз. Ары қарай қатарды бекітеміз. 4-ші үлпілдік шалудың ішіне рахты кіргізіп, келесі жіптен өткіземіз. 10-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдік шалуға көтеріліп аламыз. 1 2 3. Одан соң 5 үлпілдіктен тұратын арка тоқимыз. 1 2 3 4 5. Ары қарай келесі 2 кластердің ортасындағы арканың ішіне алдымен 1-ші столбикті тоқимыз. 1 бос шып қосылған. 2 үлпілдік шалу. Тап осы арканың ішіне 2-ші 1 бос шып қосылған столбик тоқимыз. 5 үлпілдік шалу. 1 2 3 4 5. Төмендегі кластердің төбесіне 1 бос шып қосылған шалудан тұратын 3 столбик тоқимыз. Бірінші столбик 1 жып ораймыз. Екінші столбик 1 жып ораймыз. Тап осы кластердің ішіне 3-ші столбик тоқимыз. 5 үлпілдік шалу. 1 2 3 4 5. Келесі төмендегі 5 жай шалудың ішіне тағы да 5 жай шалу тоқып шығамыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу, келесі столбикқа 3-ші жай шалу, 4-ші жай шалу және 5-ші жай шалу. 5 үлпілдік шалу. Келесі кластердің төбесіне 1 бос шып қосылған шалудан тұратын 3 столбик тоқимыз. Бірінші столбик 1 жып ораймыз. Екінші столбик 1 жып ораймыз. Үшінші столбик. Бес үлпілдік шалу. 11-ші қатарды бастаймыз. 3 үлпілдік шалуға көтеріліп аламыз. 1 2 3. Содан соң 3 үлпілдіктен тұратын арка тоқимыз. Ары қарай келесі арканың ішіне 2 1 бос шып қосылған шалу тоқимыз.
орталарында екі үлпілдек шалу болады. Екі үлпілдек. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Бес үлпілдек шалу. 3, 4, 5. Екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне де екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Бірінші столбик, екі үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Ары қарай 3 үлпілдек шалу. Келесі төмендегі 3 столбиктің әрқайсына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқып аламыз. Бір бос шып қосылған шалу. Келесі столбиктің ішіне екінші бір бос шып қосылған шалу. Үшінші столбиктің ішіне үшінші бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай 3 үлпілдек шалу. Одан кейін төмендегі 5 жай шалудың әрқайсына бір-бірден жай шалулар тоқимыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу, үшінші жай шалу, төртінші және бесінші жай шалу. 3 үлпілдек. Келесі 3 столбиктің ішіне әрқайсына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқып шығамыз. Бірінші столбик, екінші столбик және келесісіне үшінші столбик тоқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 11-ші қатардың соңына келдік. 3 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай келесі екі столбиктің әрқайсына бір-бірден бір бос шып қосылған шалу тоқып аламыз. Бірінші столбик, екінші столбик. Үшінші столбикті біздер басында үлпілдек шалулармен тоқып алған болатынбыз. Ары қарай қатарды бекітеміз. Үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз, келесі жіптен өткіземіз. 12-ші қатарды бастаймыз. Алдыңғы жіпті қиып аламыз да мына жердегі 3 столбиктің ең біріншісіне әкеліп, тап сол жіпті жалғаймыз. Бірінші столбикқа ырғақты кіргіземіз, жіпті қайтадан жалғаймыз. Ары қарай 3 үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бірінші, екінші, үшінші үлпілдек шалу. Одан кейін қалған 2 столбиктің ішінен төмендегі тағы да әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалу тоқып шығамыз. Екінші столбик, бір жіп ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне де бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Одан кейін төмендегі 5 жай шалудың ішіне, әрқайсысының ішіне бір-бірден екі бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктер тоқып аламыз. Екі бос шып қосылған бірінші столбик, бір үлпілдек шалу әрқайсының арасына. Тағы да келесі екінші столбикқа да екі бос шып қосылған шалу тоқимыз. Бір үлпілдек шалу, екі жіп ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне де екі бос шып қосылған шалудан тұратын бір столбик тоқимыз. Бір үлпілдек шалу, екі жіп ораймыз. Төртінші столбикқа да екі бос шып қосылған шалудан тұратын столбик. Бір үлпілдек шалу, екі жіп ораймыз.
5-ші столбиктің ішіне де 2 бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті тоқып аламыз. Ары қарай келесі 3 столбиктің ішіне әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалулар тоқып шығамыз. Бірінші столбик, бір жіп ораймыз. Екінші столбик, бір жіп ораймыз. Үшінші столбик. Бес үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 2 столбиктің ортасындағы арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Төмендегі 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне 2 столбик тоқимыз. Арасына 2 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші столбик, 2 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. 3 үлпілдек шалу, арка. Келесі 5 үлпілдектен тұратын арканың ішіне тағы да алдымен бірінші бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. 2 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Келесі 2 столбиктің ортасындағы арканың ішіне жай шалу тоқимыз. 5 үлпілдек, 3, 4, 5. Ары қарай қатарды тап осылай тоқып аяқтаймыз. 12-ші қатардың соңына келдік. Соңғы 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай қатарды бекітеміз. 3-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз.